Тархан Шақшақ, Жәнібек Батыр. Тарихи деректі роман. Бірінші бөлім. Бозбала Дәурен. Баталы ұл. Жәнібек Қошқардың ұлы ғой. Алайда ол оны әке демеген, көке деген. Қошқар Көшейдің ұлы ғой. Алайда Жәнібек оны ата демеген, әке деген. Көшей Шақшақтың ұлы ғой. Жәнібек осы батыр бабасын ата деп бауырында өскен. Бұл заман Көшейдің өзі 6 ауыл, ал Шақшақ рулы елді 6 Шақшақ атанған Бақай, Көшей, Дүзей, Ақназар, Есназар, Томай атты балалары өсіп өркендеп, дәулеттері шалқып тұрған Бақай, Дүзей, Ақназар, Есназар есімді ұлдары батыр атанып, алыс жақынға аттары шығып, айбынданып ақ тұр. Көшей байдың 6 ұлы: Тінет, Қарабас, Аю, Қошқар, Қалқаман. Еламандардың да осалы жоқ. Қошқар ырғалған бай, белгілі би. Қарабас, Аю, Қалқамандардың батыр аттары шығып, Бақай дүзейлермен тізгіндесіп ел қорғауда, жер қорғауда дабылды үндермен дақпырттары алысқа кетіп жатқан перендер. Жағаласқан жауы сырттан төніп, аңдысқан бақ таласы іштен шалып жатқан тайталас заман. Ат терлігі құрғамай, 5 қару белден шешілмей, егес тынбай, ел тыншымай тұрған заманда батыры көп аға көкелердің ортасында көз ашқан Жәнібек ерте есейіп, тез ширады. Батыр баба қолтығында өскен ол бала кезден өр мінезді, шалт қимылды, алған бетінен қайтпайтын қайсар болды. Әруақты батыр һәм үлкен ата Шақшақтың бауырындағы сүйікті шөбереге Қошқар да, Көшей де тосқауыл еместі. Шақшақты ата дегенмен кенже баласы есепті саналағандықтан жол бойынша оның Көшейдің тұстастары қатарында отыруға құқы бар. Аманжол ұранды Шақшақ тектіде Жәнібекке ешкім әй дей алмайды. Жәнібек Қошқардан туған тұрлық құлдан кейінгі кіші бала, кенжесі Тінібек. Анасы ұлы жүз Бектас бидің қызы Кәмила Жәнібекті көтергенінде қара бураның етіні талқап, ақпанда ақ көбігін шашып, бура қотан ойнап, келе маңынан жан жүргізбей атты адамның өзіне шауып, лөкілдеп тұрған шағында әзер бұғаулап барып, мұрындығынан ұстап, шөгеріп, далада сойып, жерік асын жегізгенде, аң саулы ана ырым етіп, балам тізелі болсын деп, алдыңғы аяғының қоң етінен бір тіліп алып, бисмилла деп шекедей жеген екен. Ай күні тақағанда Шақшаққа түсінде бабасы ермен аян беріп, Қошқардан туатын бұл баланың аты Жәнібек болсын. Ол дүниенің 4 бұрышын билейтін болады. Оның бек дәрежесі 7 атаға жетеді депті. Жәнібектің бетін қақпай, ешкімнің жел боп тимей, барша әулеттің әлпештеулерінде осындай үмітті ишарада барды. Қанша еркіндігі бола тұрса да, Жәнібекті өзімшел, озбыр, пиғыл, шәлкес мінез иектей алмады. Үлкендер арасында көп болғандықтан да шығар, сөз таңдауға әлде бір оқыс жағдай, кикілжіңде сабыр сақтауға әдеті жететін орнықты болып өсті. Ат баптауға, асау үйретіп, ат ойындарына шығуға бейім, құс салып, сонарлап, сал буырындатып да қояды. Атса мерген, шапса шапшаң, күрессе балуан, сөйлесе шешен, ер қаруы 5 қаруды мүлтіксіз қолдану шеберлігіне қарайтын. Алайда мейірленгені болмаса, пікірін сыртқа шығарып мақтамайды. Нәті таңдайсып, шолжаңдап кетпесін деген ойы болар. Бозбала жиеннің жақсы атына сүйініп отыратын Бектас би жиен құрығын алсын деп шақыртқан екен. Атасынан рұқсат алып, басшы қосшысын ертіп, нағашы жұртты дулаттарға аттанды.
Жиен құрыққа шақырғанда нағашысының арнайы сақтағаны жиенін ырзалар келесі барды. 12 000 жылқы біткен Бектас бидің көкалалы көп жылқысында не бір саңлақ болса да, бесті күреңінің орны бөлек. Бесті күреңінің енесі Тобышақ Байтал атанған жас жүйрікті үш құрлық жүйріктігімен айт пен той астарда өгей төстеніп бәйге алмаған кезі жоқты. 25 жыл наз бедеу болып жүлдегерлікке түскен Тобышақты тұқым алу мақсатында үйірін қасқырға алдырмай, шашау шығармай иелік ететін күрең айғырдың үйіріне қосып бостан еткен, құлындағанына 5 жыл. Содан қайтып құлындамаған Тобышақты 2 жыл бойы арда емген арда күрең бесті болды. Жүген құрық тегіздіртпей келген Бектас бидің жоралғы еткені осы бестіні үмітті жиенені мінгізіп, азаматтық жолында сенімді қанаты болса дегендік еді. Төркіндеп бір келгенінде қызының: «Әке, үлкен атам баласы жиеніңізге Бәсіре атын сыйлаңыз» деген тілегі барды. Тобышақтан ердің түсуі де осы себепті болатын. Асауды ұстау оңай болмады. Арда күреңді ортаға қаумалай келіп тасталған бірнеше бұғалық мойнына түскенімен жабыла тартқан 10 шақты жігіт бірінің алақаны сыдырылып, бірінің тізесі соғылып, үзік созық күш қоспай тартқандары тежеу болмай шашылып қалды. Бірін-бірі әзілдеп қолайсыз әрекеттеріне күліскен нағашы ауылдың жігіттерінің бірі: «Жиенді мақтайды, мықты болса, Бәсіресін өзі ұстап мінсін, кәне көрелік күшін» деді. «Болсын» деп Жәнібек атқа мінді. Күрең үйірін тас қып иіріп әкеліп, ат үстінен арда күреңге жанаса бере кекелінен ұстай аттан түсе қалып, шоқтығын қоса баса тұқыртып, асауды шыңғыртып тұрып, көмекке келген жігіттерге жүгендетті де «Әп» деп жылдам үстіне қонды. Ұстап тұрған жігіттер басын жіберісімен осқырып, пасқырып, айнала атқылап, үстіндегі адамнан арымақ болған бесті бір мезет атырыла жөнелді. Безіп келеді. Қазғұрттың баурайын дүрсілдете жазаңдау беткеймен біраз қарқындап барып, неше жыл құр жүрген тоқ бесті сорпасы шығып теріліп, екпінін баяулата бастап, әдегенде тізгін тартпай аттың бағытын да шабысын да өз еркіне берген Жәнібек енді оны ақырын делбелеп тізгінге бағындыра бастады. Сыртынан бақабар болып келе жатқан жігіттерді енді жанына жақындасып, арда күреңді ауыл жаққа қақпайлап, ортаға ала кеу-кеулесіп келеді. Нағашы жұрты жаныстарды 3 айдай қыдырыстаған Жәнібек өз жоралары мен нағашы жастарын ертіп, Ташкент, Самарқан шаһарларына дейін барып, сейіл құрып, жауынгер жігітке қажетті жарақтар алды. Оралып келіп, нағашысына ризалығын айтып, елге қайтуға рұқсат сұрады. Жиенін риза еткеніне мерейленген Бектас би Жәнібекке арнап келіп сәлем беріп, Бәсіресін алғанына алғысын айтып, батасын берді. «Есімің тегін қойылмаған, атаңа бабасы аян берсе, қазақтың елдік шаңырағын көтерген Әз Жәнібек ханның аруағынан бір сезім болған шығар. Жаның ерік болса, өзің елге көрік боларсың. Есіміңді биік ұста, атаңа сәлем айт» деп аттандырды. Ауыл жастары көшшер шығарып салды. Түркістан шаһарына ел жер көріп, нағашы жұрттың еркелеткен құрметіне мерейі өсіп, кәдімгідей есейіп оралған Жәнібек атасына атын сынатып, «Ат қойып бер» деді. Жалы келісі, қабақты, омыраулы екен. Ештеңеден қаймықпайтын, өзіңмен қоса ұмтылысатын жануар-ау, көзі өткір, түн жүрісте жаңылмас, айбынды, құрыш тұяқ қажымас ат болар. Қоян жон, жүрісі жайлы, марал басты, салқы төс, айлап мінсең арымас, баптап күтсең, иесіне мұндай серік табылмас. Умалы, арты талтақ, мықты болар. Тартыссаң қарсыласыңның атын не шойырлатар, не омақастырар.
ірілігі нарда екен. Оның аты нар күрең болсын. Атыңды бектаспай жаңылмай таңдап берген екен. Жүгің ауыр, жортуылың көп болар. Жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын деп атасы бетін сипап батасын берді. Балам, ат міністе ширайды, әбден бастықсың, өзіңнің ыңғайыңа көндіксің, иісің сіңсін, тіліңді алатын болсын, баптап күтіп дағдыландырудан ерінбе, өзіңнен бұрын атыңды күт, жорық атың осы болар, орынсыз жүріске салма, жайшылықта қинама, шамалы күннен кейін жолға шық, дуалы ауыз аталарынан бата алып кел. Еліміздің талай сарбаз ерлеріне оң батасын берген. Тілегі қабыл, орта жүздің бата көйі соқыр абыз атанған Қаракерей 90 биден басса деді. Мақұл ата деген Жәнібек жолға шықты. Ұлы таудағы абыздың ауылына жетіп, үйіне түсіп, сәлем беріп, қолын алды. Кәріліктен екі жағына жібек орамалмен таңып отырса да, абыз ата әлі сөзінен жаңылмаған екен. Қартайған шағында бір көзінің кемдігінен соқыр абыз атанып кеткен қарт, қай боласың деді. Қол орамалын ұстаған соң, қолын көзіне көлегелей. Арғын Шақшақтың баласымын, Түркістаннан келдім. Батырдың еркесімін де, атаң қалай, қуатты ма? Саушылықта сізге дұғай сәлем айтты. Мені батаңызды алуға өзіңізге арнайы жіберді. Саламат болсын. Ел бастап, жұрт алайын деген ұлысың ау, сөз бастап, би болайын деген ұлысың ау. Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма, аймағың кетпес маңыңнан, қол бастап, жол салайын деген ұлысың ау. Жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мың кісіге бір кісі олжа сала тұғын, олжаңды аямасаң, қасыңнан жолдас кетпейді. Жас күніңде қалың берде, қатын ал, жігіттің хан болатын, қыздың ханым болатын уақыты бұл. Қартайған шағында өкінбейтіндей бол. Қасиетті жерден, қастері елден келген екенсің, тілегің болсын ұлым. Деп бір қайырып қойды қарт сөзін. Осы сәтте Жәнібектің жанына ерген Әлімбет Байғұлақ інісі атамның сізге сәлем демесі деп абыздың иығына зерлі шапан жапты. Астан кейінгі дастархан батасын да абыз Жәнібекке арнады. Беліңде белбеуің байлаулы болсын, қазаның ошақта қайнаулы болсын, есігің ашық болсын, пейілің жарық болсын. Сонда кетпес ағайының, пайда түссе бөліп бер, сонда кетпес жолдастарың. Сонан соң алған жарың адал болсын, жаманат пен өсектен аман болсын. Сүйген жардан перзент туып, ұл мен қыз 6-7 балаң болсын. Балаңның бәрі бірдей момын болмай, біреуі ел ұстайтын адам болсын. Қысты күні соғымда семіз сойып, сары қымыз сапырула сабаң болсын. 4 бақыт, 7 байлық жолдас деген, барлығы осының саған болсын дегенде, абыз алдында қондыз іші қойылып, кермеге ат байланды. Абыз ата, 4 бақыт, 7 байлық дегеніңіз не деп сұрады Жәнібек. Сөзімді сүзсең табасың, 4 бақыт дегенім, жақсы жар, жақсы перзент, жақсы жолдас, жақсы туыс болар. Осы 4-еуі тілегеніңдей болса, бақыт қой. 7 байлық дегенім, 7 қазынаны меңзегенімде. Бұларсыз тұрмыс, күн көріс бар ма? Ас суыңда адалдап ішуге қазан керек. Қара қазан үйдің құты болады. Ер қанаты ат, бар шаруаңды сонымен тындырасың. Еліңді де сонымен қорғайсың. Ит адамның досы, қорықшысы, бүркіт, әрі саятшылығың, әрі азығың, мылтық, от қаруың, ендігі күш садақтан осыған ауып барады. Диірмен тараншы, сарттардан алған астығыңды оңғылып, үлгіртпесең ас болып жарима. Кітапта бір қазына, Самарқанд, Бұхарадан шыққан Хазір Сұлтан мешітіндегі кітаптар бойы ілім емес пе? Осының бәрін, ұлым, саған тілек етіп отырмын да,
төрт құбыласы түгел деген сөз бар. Осы төрт бақыт пен жеті байлық болса түгелсің, теңсің, ел жұртыңа қорған болуға да барсың. Рахмет Абыз ата. Қара керей 91 Жәнібек аттанарда батасын берді. Абыз ата бетін сипаты дейді. Әумен деген Жәнібек, Абыз ата, екі есімнен басқасын қабыл еттім. Ей баламай, Қобыланды мен Едігеде аталарымның құны бар деп отырсың ау. Оның бәрі қайтты емес пе? Қазақ дербес ел, өсті өнді. Сол ерлердің құрбандыққа барғандарының арқасы емес пе бұл? Тіктескенде не болмайды? Алтын Орда ханы Әбілқайырдың өз билігін ұстап тұру үшін жасаған қиянатты істері аз болмаған. Қобыландының аран дауы соның бір сабаты дағы. Әмір Темір мен Едіге де қазаққа аз тартап шектірмеген. Тоқтамыс ханның жағында болған Қара Қожа бабағының қиянат көргені рас. Билік тартысында біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Қайсысының ақтығын Алла біледі. Тек билік, тек байлық үшін болса, ол батырлық, ерлік емес. Елдік үшін болса, сол ерлік. Әмір Темір, Тоқтамыс, Едіге тартыстары билікке таластық. Әлбетте, қазақтың дені ерген Тоқтамыс ханға бүйрек бұрады дағы. Әмір Темір өзбектеніп сарт боп кетті. Едіге Ноғайлыны билеген маңғыт қой, түбі моңғол. Ол екеуінің де қарамағында қазақтың біршама бөліктері болды. Содан қазақтың жыр аңыздарына қосылды. Менікі де сол сарынмен айтылған сөз дағы. Қайтесің балам, өткенге көп алаңдама, алдыңды ойла. Сағанда заманың мен талайыңның сыбағасы бар шығар. Сол майданда талай таразылап көрерсің бұрынғылардың неге тартысып шабысқанын. Жолың болсын. Абыз ата, артық айтсам ғафу етіңіз. Тентек болма, бірлік тойла, елдік тойла. Мақұл ата, сау болыңыз. Бұлар Жошы хан, Алаша хан, Домбауыл кесенелеріне соғып тауып етісті. Әз Тәукенің алғаш хан көтеріліп, орда тіккен орнын көріп, дала сырына қанықты. Жолай бір тойдың үстінен шығып, Ерасыл атты шомбал қара жігіттің көкпарға түсіп, күреске шыққанын көріп, қайратына қайран қалысты. Тойға арнайы келген Алтай жақтағы Тос деген ауыл жігіті білекті жанұзақ күресі қатты қызықтап араласпақта болып еді. Жәнібек атасы айтқан жол жөнекей кездескен шақырусыз той томалаққа қызынып ортаға түспе. Қызғаныш, тарыншылық деген болады. Көлденең көк атты біреу деп санайды. Қадірін кетеді, дауға іліктіреді дегені есіне түсіп, өзінде жораларында тежеп ұстады. Жәнібек ат басын кіші жүздегі Керей 90-дағы Тайған биге сәлем беруге бұрды. Ол да атасы айтқан кісілердің бірі болатын. Би ауылы көш үстінде екен. Жолай жолығып қалып, Жәнібек аттан түспей сәлем берді. Онсыз да қырсау мінезі қарт Жәнібектің мұнысын жақтырмай, қырыстана сөйлесті. Жаным, қай ұлсың? Шақшақтың ұлы Жәнібекпін. Ұлым, не қылып жүрсің? Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге сәлем беріп, ақыл сұрап, батасын алмақ едім. Азуы алды қарыс арғының ұлы алшынның бір алжыған шалын келеме жетейін деп едім десеңші. Бұл сөзге кіділенген Жәнібек, мен сөз сұрайын деп келсем, жөн сөйлемеді ғой деп атының басын бұрып, ұзай бергенінде Тайған би Жәнібек деп дауыстайды. Жәнібек тізгін тартып, ат басын іркіңкірейді. Атыңның басын бұрма, солай тұр. Көңіліңді қалдырдым-ау, ренжіме шырағым. Көш үстінде біздей шалда не бап болсын. Мінезімнің бір соқпасына кездестің-ау. Ақыл азайып, сөз сарқылған шақ қой. Атаң не айтты дегенді ұят болар, құлағыңда жүрсін. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Жаманға жүзің салма, сағың сынар. Досыңа өткір айтпа, сенімін кетер. Дұшпанға сырыңды ашпа, түбіңе жетер. Атаңа сәлем айт та аман жүр деп тізгін қағып,
көш соңынан атын аяңдатып кете барды. Мінезді кісі екен деп түйген Жәнібек өзінің де ат үсті сәлем берген орынсыз қылығын еске алып, биге өкпелеудің жөні жоғын түсінді. Жол үсті болған соң жөн жоралғыда жасай алмады. Кейде осындай бір ыңғайы келмей қалатын іс болады. Қырыстау шалмен жолығысуды қызықпай бір күлісіп алған жастар тізгін қағып тақым қысты. Нар күрең ашындай басып сар желіске түсті. Сауранда болып атасының үлкен баласы Бақайға келіп сәлем берді. Осында бек болып тұрған Бақайдың баласы Жоламан батыр көкесі атаның кіші баласы деп құрметтеп қонақ етті. Өзінен сәл қалыңға Сандықбай туысы Сәуеге атаныпты. Әр нәрсеге жорамал жасап, күн райын болжап, жауын шашын айтып жүреді екен. Мұны көргенде ой батырым, қорғаным деп құшақ жайды. Жәнібек дегенде ыңғайсызданып еді. Үлкендер Сандықбайдың сезімі бар, әзірге жорамалы қайта кеткен емес, батыр бабаның кенже баласының да батыр боларын сезініп тұрған болар деп сенім артқан соң көңілі жайланды. Олар Түркістанға оралғанда атасына сәлем беруге үйсін Төле би келіп жатыр екен. Атақты бидің жасы Қошқардан үлкен болса да, ата баласы Жәнібек аға деп сөйлесті. Сол еркіндікпен бір орайда биге аға, түзу мылтық үшқыр құс, жүйрік ат, мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидым, бозбала болып ерлік қылайын ба, үлгі қылып билік құрайын ба деді. Жәнібекке барлай қараған Төле би жал құйрығы қаба деп жабыдан айғыр салмас болар. Жаугершілік болғанда жағдайлап мінер ат тумас. Жақыным деп жаманның мал үшін жақсының жағасынан алмас болар. Өрісіңді тарылтар, қаруға мылтық жисаң жөн екен. Жаяу жүрсең таяғың, қарның ашша тамағың, жау кезіксе жарағың, ит жүгіртіп құс салсаң әуейі боларсың. Еліңе кім қарайды? Әйел алсаң көріктіге қызықпа, тектіні ал. Мақтаншақ жігіт жисаң ұятқа қалдырар. Ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар. Елге бай қот емес бей қот, қабырғадан қар жауса атан менен нарға күш. Ел шетіне жау келсе батыр менен биге күш. Өрең мен өнерің жетсе батыр да бол, би де бол. Бұл екеуі қолдан келмесе шаруаға бағып үйде бол деп күле сөйледі. Бәрекелді Төле, жөнін айттың, тауып айттың деп шақшақ қарт сақалын сипап ризалық білдірді. Баталы ұл арымас, батасыз ұл жармас деген балам. Біраздан ат үстінде ел жұртты көріп, абыз аталарынан баталы оралды. Жаста болсаң өзіңде қазақтың бір жүзіне бас болып отырсың. Сөзіңнің дуасы бар, аузыңа ел қараған азаматсың. Тілеген қабыл болғай, періштерінің құлағына шалынсын деді. Түркістанға хан кеңесіне келіп, ерлігі аңыз болған батыр Шақшаққа бұрыннан сыйлас, сырлас болған атаға сәлем бере келіп, қонағасы құрметіне қабыл алып, қона жатқан Төле биден жас өрен Жәнібекке бата тілек орайы осылай тиген еді. Осы тілдесуден, бозбалалықтан жігітке бой салған Жәнібектің ішкі толғаныс талпынысы да аңдалғандай болды. Бұл оның көрген білгеніне ой түйіп ширауы еді. Келесі күні атасына кімге барып не істегенін әңгімелеп берген Жәнібек Керей Тайған бидің алшын шалымын дегені несі деп сұрады. Қазақ жұрты ата жолы бойынша 300-ден тұрады. 300-дің 3 ұлы биі бар. Кіші жүзде алшын Әйтеке би, орта жүзде Арғын Қазыбек би, ұлы жүзде Үйсін Төле би, үшеуіне де руларының аты қосылып айтылады. Билер мен батырларды осылай атау салт. Жүздердің билігі осы 3 биде, олар әз тәуке ханға бағынады. Ал елдік күрделі істер хан кеңесінде шешіледі. 300-дің атынан өкілдік етіп, сөйлейтін 3 би, Әйтеке би, Қазыбек би, Төле би деп айтыла олардың жүздері де алшын, арғын, үйсін деп атала береді. Содан белгілі кісілері де солай аталатын дағды бар. Тайған биде сол дәстүр бойынша жүзін айтқан болар. Әйтеке биді сен танып үлгермедің, қайтыс болған. Еке биді білесің, қазір ел билігіне сол екеуі ықпал етеді. Ата,
Тек жөн-жораны дұрыс игермеген кісіге ел ұстау қиын болмақ. Әлденеге қитыға қалатын кінәмшіл де, болмашыға дәсерде болатын аңғалдақ жұртпыз. Төңірегіңе ұйысқан құрбы-құрдастарыңның мінез қылық өресі мен өнерін тани біл. Қандай істе кімге сенуге болатыны соған байланысты. Кісіге мүмкіндігінен артық істі жүктеп қинамау керек. Одан пайда емес зиянға ғана көресің. Істі тындыра алмай қиналған пенденің неге ұрынарын кім білсін. Осы есіңде жүрсін, деді атасы.